Адресный справканы қалай аламыз? Қазақстан Республикасының премьер-министрдің ресми ақпараттық ресурсы сайты, яғни мына жерде мекенжай анықтамасын алып тастау туралы жазылған 30 қазан 2019 жылдан бастап. Еске салайық, 1 қарашадан бастап 2019 жыл, яғни Қазақстанда мекенжай анықтамасын алынып тасталады және мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімнен шығарылады. Демек, мемлекеттік органдар, мектептер, медициналық ұйымдар тағы басқалары 1 қаңтардан бастап азаматтардан мекенжай анықтамасын талап ете алмайды. Тұрғылықты мекенжай анықтамасын. Оны азаматтарға арналған үкіметтік филиалдардан және электрондық порталынан да алуға мүмкіндік болмайды. Яғни соңға барып ала алмайсыз, не egov.kz сайтынан ала алмайсыз. Қажет болған жағдайда қазақстандықтар тіркеу тұрғын мекенжай egov.kz электрондық үкімет порталы мен egov мобайл қосымшасынан жеке кабинетінен тексере алады. Осы екі адресті справканы алу жолын мен қазір көрсетемін. egov.kz сайтына кіреміз, сосын жерге войти-ді басамыз. Одан кейін сіз одноразовый пароль алқарға жазасыз, мына жерге еміңізді жазасыз да телефон номеріңізді жазасыз. Сосын сізге код келеді, смс номермен, соны басып жеке кабинетке кіре аласыз. Егер сізде ECP кілт болса, ондай болса ECP кілтті таңдайсыз да выбрать сертификат деп басасыз. Және сізде NC-Layer бағдарламасы орнатылып тұру керек компьютеріңізде. Мен мына NC-Layer бағдарламасы. Осы арқылы сіз ECP кілтін таңдап пароліңізді енгізесіз. Және egov порталына кірген кезде мына жерде сіздің аты жөніңіз шығады. Осы жерден личный кабинетке кіресіз. Осы жерден мына жерде адрес дегенді басып, мекенжай анықтамаңызды көре аласыз. Міне адрес прописки Қазақстан, Нұр-Сұлтан, район осындай. Осыны басып шығарғыңыз келсе, мышканы оң жақ батырмасын басасыз да, печать деп басасыз. Мына жерден сохранить как PDF деп басасыз. Сол кезде сізде PDF вариант ретінде сақталады.